2-3 күн бұрын жапқан банкаларыңыз осылай мутный болып жатса, крышкасын ашамыз. Негізі осындай болып қалу керек қой, ал менде осындай мутный болып жатыр. Ол уже жарамайды деген сөз. Сол үшін бұның суын төгіп, ішіне су құйып, 2-3 рет жақсылап шайып аламыз. Жақсылап шайып жуғаннан кейін суды қайнатып қоямыз. Қайнап тұрған суды құйып, 5-10 минутқа қақпағын жауып қоямыз. 5 минутта жетеді, 5 минут тұруға да болады. Қақпағын жауып 5 минут өткеннен кейін қайтадан ол суды төгеміз. Қайнаған суды абайлап төгіңіздер, қолдарыңыз күйіп қалмасын. Сосын енді огурц сұйынымыздың тұзы қатты болып жатса, онда қоспай қойсаңыздар болады. Бір огурц сұйының дәмін көріңіздер. Ал аздау болса, жарты чайный ложка тұз, құмшекер кішкене салып, 2 аспирин обязательно салыңыздар. 1-2 тамшы уксус. Сосын тағы да қайнап тұрған суды үстіне құйып, крышкасын жауып, закрывашкамен жабамыз.